Сәлем достар. Бүгін біз Покердом сайтында Майнс деген ойынды ойнап көреміз. Қандай стратегиялар бар, қалай ұтуға болады, осын бәрін бірге көреміз. Қалай ұтуға болады, қандай стратегия жасауға болады, осының бәрін бірге көреміз. Достар, ең бастысы, қазір экранда промокод шығады. Осы промокодты Покердом сайтында жазсаңыз, сізге бізден сыйлық болады, бонус болады. Оған қоса, осы видеоның астында сілтеме Покердом сайтына болады. Сілтемені бассаңыз, дәл сол сәтте осы сайтқа түсесіз. Енді қараңыз. Ең бастысы Покердом сайтында осы іздейтін жағында жазамыз. Майнс деп жазылады. Мини. Басқаша да, минус деген, майнс. Осы ойында ашамыз. Бұл стратегия қандай? Қазір түсіндіріп беремін. Өте оңай. Жарайды достар, осы ставканы ұтылып қалдық. Қорқпаңыздар, 2000-ді 2-ге көбейтеміз. 4000 шығады. 4000 қоямыз. Негізі сіз осыдан баса аласыз, болмаса осы клавиатурадан да басуға болады сандарды. 7000 таңдаймыз. Енді осы төбесіндегі бір осы кнопканы басып, астыңғы минасын таңдаймыз. Осы екеуін таңдағанда ұтыс болады. Қазір көрсетем. Ставканы қойдық, мынаны және жарайды, минаға басып қалдық. Хорошо, жарайды. Қобалжымаймыз, уайымдамаймыз. Тағы да 8000, 4000-ді 2-ге көбейттік. 8000 қойдық. Біз қайтару керекпіз ғой ақшамызды. 7000 қойдық. Оған қоса осыны және астын таңдадық. Жарайды, астында да болды, бірақ біз ұттық. Жарайды, онда 8000-ді 2-ге көбейтеміз. Ол 16000 шығады. 16000-ді қойдық, 7000-ні бастық, ставка деп бастық, астын, үстін, астын. Әнекей қанша ұттық? 30431 ұттық, достар. Обналичить деп басамыз. Жарайды, енді тағы да қоямыз. Енді біз 16000-ді ұттық қой. Қайтадан 2000-ға түсеміз, достар. 2000-ға ұмытпаңыздар. 7000-ні басамыз. 7000-ні басамыз да ставка деп қоямыз. Осы асты және үсті. Жарайды. Азғантай ұтылып қалдық. Ештеңе болмайды. 4000 қояйық тағы да. 4000 қойдық. 7000-ні асты, үсті. Мен үсті асты деп көріппін ғой негізі. Жарайды. 8000 қояйық тағы да. 8000 қойдық. Ставканы бастық. Осы үстін бастық, үсті басылып қалды. Жарайды. 16000 қоя берек. Біз қорқпаймыз. Қобалжу дегенді. Үсті, асты басылды. 30431 теңге 37 тиын ұттық, достар. Бізде қанша болды? Жаңада 236.000 болды ма? Қазір 237.000. Біз как минимум өзіміздің ақшамызды қайтарып алдық, ең бастысы. Бірақ ұмытпаймыз. 2000 қоямын тағы да. Ұмытпаймыз. Бұның бәрі ойын сауық. Бұның бәрі ақша жасайтын жұмыс емес. Бұл жерде байым деп келуге мүлдем ешқандай қажет жоқ. Тек қана мен ойнаймын, мен демаламын деген ойлармен кірсеңіз, жақсы. Бүйтіп кіріп кетіп, ақшаңыз бәрін құрту дегенді, ондай құмарлыққа ешқашан, құмарлық деген бізге керек емес, әрине. 2000 қайттан қойдық ставкаға, өткен біз ұттық жаңада. Қайтадан ставка деп басамыз. Үстінде мина бар. Жарайды. 4000-ді басайық. 4000. Қайтадан ставка басамыз. Үстін басамыз. Үстінде мина жатыр екен. Мені күтіп. Жарайды. 8000 қояйық онда. 8000 қойдық. Тағы да ставканы қоямыз. Үсті. Асты. Ұттық, достар, 15215 теңге ұттық. Жарайды. 238.000. 2000 ұтып отырмыз. Дәл осы ойынмен. Тағы да 2000 қоямыз. 7000. Ұмытпаймыз. 7000. Енді
ставка дегенді бастық. Үсті, асты. Керемет, керемет. 3803 теңге ұтып алдық. Ән достар. Керемет. 240-қа дейін жеттік. Керемет. Біз ұттық қой 2000 ставкасын қойып. Онда тағы да 2000 деп қала береміз. Көбейтпейміз 2-ге. Әрине. Үсті, асты. Ұттық достар. Керемет, керемет. Ой, рахатнай. Тағы да онда 2000-ді қоямыз. Үсті. Үстінде мина түсіп қалды. Жарайды. 4000 қоямын да. Бұл ақшаны мен өзім уже қоштасып қойдым осы ақшалармен. Басқаша айтқанда, бұл мен точно осы ойын сауыққа сіз киноға барғанда қайтарғыңыз келмейді ғой ақшаңызды, кино көріп болған соң, дұрыс па? Билет үшін. Вот солай сияқты осы жерде де сіз білу керексіз. Осы ақшаны мен құрта аламын. Осы ақша бос ақша. Мен бұны қазір ұтылсам да ешқандай мен өміріме ешқандай зиян болмайды деген ақшаларды қойыңыздар, жарай ма достар? Осыны ұмытпаңыздар. 4000-ді қойдық. Минаға бастық. Жарайды, жарайды. Қобалжымаймыз. 8000-ді басамыз. 8000. Ой, 80 қойып қойын деп қалдым. Осылай басып қалсаңыз, мынау X деп көріп тұрсыз ғой стрелка, осыны удалить етеді. Керек емес ставканың несін. Так, үсті, асты, керемет, 15215 ұттық. Керемет, балансымызда 243.000 теңге болды. 509. Жарайды, ұттық. Ұтқан соң не істейміз? 2000-ға дейін қайтадан түсеміз. Бастаған ең бірінші ставкамен қайтадан ойнаймыз. Ставка дегенді бастым. Үсті, асты. Керемет, достар, ұттық. Керемет. Осы стратегия түсіндіңіздер да? 2000 теңге қойдық. 7 мина таңдадық мына жақтан. 7 мина таңдадық. Үсті, асты. Түсінікті, е? Тағы да ставка қоямыз. Үстінде мина бар екен. Жарайды, қорқынышты емес. Біз уже плюста жүрміз. Бізде уже 243.000. Ешқандай минуста емес. Тағы да қазір 4000 қойып, 2000-імізді қайтарып аламыз. Оң қоса ұтып аламыз. Я? Әрине, дейді. Үсті де, асты да жақсы шықты. 7607 теңге ұттық. Достар, бізде депозитте қазір 246 мың. 10 мыңға плюсқа шығып отырмыз, достар. Керемет, керемет. Өте керемет. 2000 тағы да қойдық ставкаға. Ставка деп басамыз. Үсті, асты. Керемет, ұттық. 248.725 шықты. Керемет. Қайтадан 2000-ді қойдық ставкаға. Қойдық. Үсті, асты. Ұттық, достар. 250 мыңға жеткіздік. 250 мыңға жеткіздік, достар. Керемет, біз 236 мен шықтық. Кірдік 236 мыңмен. Енді 250.529 болса ол қанша? Ол 14, мен сана алмайым ғой. Қазір ол 14 мың ұттық, достар. Қалай ойлайсыздар негізі өздеріңіз? Осы 250 мың 14 мың сонда 30-пен тоқтаймыз ба? Жоқ, 256 қылып 20 мыңға дейін жеткіземіз ба? Қалай ойлайсыздар? Менің ойымша, әрине 20 мың қылып жасағым келеді. Бірақ басқа жақтан қарасақ, миды қосып қарасақ, менің ойымша әр осындай ойындарда уақытша тоқтау керек. Сондықтан уақытша деген, ол сіз өз уақытысы болады, Болды, негізі мен ұттым, негізі өз ақшамды қайтардым, оған қоса еще плюсқа шықтым. Қой, мен осын
өзім ең бастысы дем алдым, сіздермен сөйлестім. Осы маған жетеді. Жақсы эмоция, жақсы уақыт өткіздім. Сондықтан осы жақтан 250 мың ұтып, негізі 14 мыңды ұтып, осы ойыннан шыға берейік, достар. Өйткені, қалай айттым, бұның бәрі ойын сауық. Құмарлыққа кірмейік. Әрине, әлбетте. Жарайды, достар. Онда осы ойын бітті бізде, біз ұттық. Көрдіңіздер, стратегияны тағы да бір рет қайталап көрейін. 2000 ставка қойдыңыз. Міне, ставка деген осы жерде қойылады. Бүйтіп бассаңыз шығады мына жерде. Мысал, мен 2000 қоям деп 20 мың 200 мың қойып қалсам, мынау осыны басып өшіресіздер. Енді қараңыз, мына 2000 қойдық. Мен көрсетем, қазір қоймайым, өйткені біз уже ұттық, болды, тоқтау керек. Минадан 7 минаны таңдайсыз, ставка басқанда үстін және де астын басасыздар. Осы стратегиямен ұтыңыздар, рахаттаныңыздар, демалыңыздар, достар. Үлкен сіздерге рахмет. Тағы да айтарым, біздің промокодты PokerDom сайтында жазып бонус алыңыздар. Сілтеме видеоның астында бар, соны бассаңыз дәл осы сәтте PokerDom сайтында өтесіздер. Рахмет, достар, сәттілік тілеймін сіздерге, жеңіс тілеймін. Сау болыңыздар.